Балаларға ақырындап қатыгездікті үйретеміз. Бірінші фильмнің соңында басқа планетаға тебілген зұлым, екінші фильмнің бағына қарай оттегі мөлшері, тартылыс заңы және басқа да жат жағдайлар тура жердікіндей бола қалады. Оның үстіне ғаламшардың басым бөлігін фотосинтезге ешқандай қатысы жоқ саңырауқұлақтар құрайтын болса. Фильмде Джим Керри ойнаса, қисаю сценасы еш кідіріссіз орын алу керек. Бұл жолы камераның алдына тақап тұрып жағымсыз тәсілмен сіңбіреміз. Ас болсын. Роботник өз қол өнерін іске қосайын деп тұрғанда тек қысқыштарды ғана ұстап тұрғанын көреміз. Кейіннен толқынның әсерінен әрмен қарай ұшып кеткенде Роботник Сониктің инесін қалай қолында ұстап жатуы мүмкін? Ғарышта дыбыстар алатын тағы бір кинозаңдылық. Инеден шыққан импульс белгісіз сақшылар шақыратын болса. Онда бірінші фильмде Соник мынадай импульс шығарғанда бұлар қайда қарап жатты? Казвойстың видеоларын наушникпен көріп жатты ма? Түсінбедім. Сен сонда қарусыз жатып, осындай әрекетіңмен мына сақшы қорғану мақсатымен қолындағы найзасын түйреп алмайтынына сенімді болдың ба? Сосын сақшылар тура сенің тұзағың сәтті орындалатындай нүктелерге тұра қалатын және 3 тұзаққа 3 сақшы келетінін қайдан білдің? Сценарийді оқып алдың ба не? Бірінші сақшы тұзаққа түскенін көрдік. Мүмкін дереу шабуылдаймыз ба? Жоқ, қаққан қазықтай бір орында қатып қалып, кезекті тұзағымызды қабыл аламыз. Маятникті бөрене сақшыны қағып бір өтеді де қайтадан бері қайтпай ауада собой қатып қалады. Ал бағана дәл сол орында ешқандай ағаш немесе биік саңырауқұлақ болмағанына қарағанда бөренені теңселтетін жіптер бұлттарға байланған көрінеді. Сақшының қаруы бас жағына түседі, келесі кадрда сол орнынан жоғалады. Роботник порталға жүгіріп бара жатқанда арғы жақтан таулы аймақты байқаймыз. Ал порталдан Наклз шығып келе жатқанда бір сарында ақ фонға ие болып қалады. Одан кейін қайтадан таулы фон орнына келеді. Роботник порталға қарап жүгіріп келе жатып, дәл алдынан шыққан кейіпкерді енді байқайды. Өйткені ол жерде әлі камера келіп жүрген жоқ. Наклз компьютерлік персонаж болған соншалық, Роботниктің бетіне түсіп тұрған жарыққа ешқандай көлеңке түсірмеуге тырысады. Қазір ғана жолдың бойы бос еді. Бір секунд өте сала полицейлер аға бастайды. Көліктер өтіп жатқанда жолдың беті біресе камераның жынысын былғайтындай су болып жатады, біресе түк болмағандай құп-құрғақ болып кебе салады. Инкассатордың ішінде арнайы желдетуші аппарат болмағанда банкноттар осылай шашылмас еді. Ал банкноттар сыртқа шашылғанымен жерге түскісі келмей, ауада еріп кететін қасиетімен таң қалдырады. Оны қош, мына банкнот аэродинамика дейтін параграфты өткенде сабақтан қашып жүргені белгілі болып қалды. Бағдаршам көліктер үшін жасыл жанып тұрғанына қарағанда, мына топаш жүргінші телефон шұқылап қызылға өтіп бара жатыр. Расслабься, фитили не горят, а? Кейіпкердің айтқан сөзі келесіде қарама-қарсы әрекетке ие болады. Қауіпсіз жерге түскенін күтіп, алдын ала белгі беретін кезекті мейірімді кинобомбалар. Кейбіреулер мейірімді болғаны соншалық бас кейіпкерді аяп ел қатарлы жарылмай, Казвойс 10 видео шығарып үлгеретіндей тағы біраз уақытқа кідіре тұрады. Соник арқасына жабысқан бомбаны тек қазір байқайды. Өйткені оның алдында күзетші дәл соның арқасына қарап тұрып соғырлық танытқан көрінеді. Көлік жақындап келе жатқанда барлығы орнынан тұрып қашып кетеді, ал мына бала ешкімге керек емес екен. Кіп-кішкентай петард кәріз қақпақтарын көтеріп тастайтындай жарылалатын болса, онда бағана бір осындай бомбалар жарылғанда қалайша бір кварталды жоқ қылып жібермеді? Ал толғанайсыз голливудтық фильмді тек түсімізде көретінімізді бәрің жақсы білесіңдер. Онымен қоса экранның жартысын қамтитындай етіп быттитса да ештеңе қылмайды. Әдемі көрінсе болды. О нет, вот опять нежданчик. Анимациялық персонажды осыртпасақ, комедия қызық болмайды. Жаңалықтағы фотоны мына ракурстан түсіріп алу мүмкін емес. Өйткені сол сәтте сол жерде ешкім болған жоқ еді. Авторлардың ұмытшақтығы. Бірінші фильмнің соңында Тейлздың арқасынан ешқандай рюкзакты байқамаған едік. Енді екінші фильмде арқадан рюкзак табыла кетеді. Сонда Тейлз Соникке жақын төңіректе жүріп, жарық барда көз жағын пайдаланып, осындай жылдамдықпен айналаны аралап, оның үйін түнде тауып келіп тегілерін келе ме? Қоңырауды қабылдау үшін экранның ортасын баса салса да жарай береді. Ал мынау жауап беру түймесі тек сән үшін ғана керек, Қолдарына коктейль ұстаған жұп Рэндалдың артымен өтіп кетеді. Келесі кадрда олар Рейчелдің артына телепортталады. Если испортишь мне свадьбу, я топор откопаю. Демек, Том соңында тойды бұзады деген әңгіме. Станет. Привет. Айттым ғой әне. Үрейді келтіру үшін әдеттегідей соған жарасатын ауа райы орнап, айналадағы жарықтары жыпылықтап, теледидар быжылдап көрсетпей қалады. Таныс па? Айтпақшы, қазір ғана жарықтың өшіп қалғанын көреміз, бірақ ол теледидарға қатысты емес екен. Шамалы секундтардан соң сол теледидар өзінің қосылып тұрғанын ұмытып, өшіп қалуды қалайды. Соник попкорнның жартысын жеп қояды, бірақ Роботник оны ауадан толтырып алады. Бас кейіпкердің аман қалуы ажалы тұмсықтың ұшына жете бергенде жүзеге асады әрине. Қабырғаны жарып тұрып кіретін күшті кейіпкерді жай ғана автомобиль тоқтатып алады. Бәрі бітті деп ойлап қаламыз, сөйтсек бүкіл қызық әлі алда. Екі кейіпкер де жылдам қозғалады. Керек десең Тейлз ұша алады. Бірақ сонда да толқуды күшейту үшін екеуі де ақымақтық танытып, жауынан жайбасар көлікпен қашуды жөн көреді. Бағанадан бері Наклз бұларды қуып жете алмай келе жатады да, бойынан ұят оянып бір пәсте жетіп алғысы келеді. Ал Тейлз құздан құлаған кезде ғана өзінің ұша алатын қасиеті бар екенін есіне түседі. Наклз машинаның төбесін тесіп қана қоймай, Сониктің қолынан рульді жұлып алудың орнына тып-тыныш екеуінің әңгімесін тыңдап төбеде отыра беруді жалғастырады. Кино заңдылық. Кез келген көлік биіктен құласа, ол міндетті түрде жарылады. Кейіпкерлер Роботник тұрған жерден осындай жылдамдықпен бір талай қашықтыққа ұзап кетеді. Ал Роботник сол қашықтықта дырылдаған драндулетпен 30 секунд интервалмен арттарынан жетіп келеді. Наклздікі керісінше, жарды өрмелеп шығам дегенше, Роботник столмен байланысып, ол кафеден адамдарды қуып шығып, ғарыштан капсула шақырып, және капсула жерге қонып, Роботник өз зұлымдық имиджін тағынып үлгереді. Айналайын, мынау кірпе емес, тасбақа ғой. Мына кішкентай дрон осыншама мөлшерде су шашады дегенге сене қоймаспын.
Кез келген зат кадрға түспесе, оның дыбысы шықпай тұрады. Толғанай бағанағыдай дәу емес, енді ұят оянып қалыпты мөлшерін шақырып алады. Үкінің голограммасы баяғыдан бері байқаусызда қосылып қалмай, екінші фильмді күтіп, дәл керек уақытында хабарын бере бастайды. Голограмманың жарығы өшкен кезде бөлме жарығы өздігінен қосылады. Картадағы сұлбалар уақыт өте келе қатты өзгеріп кетеді. Он умный ежик. Он справится сам. Похоже, я окончательно сбился с пути. Кейіпкердің айтылған сөзі келесі сценада қарама-қарсы көріністі табады. Қайтадан, кинода Сібірді көрсетсе, ол жылдың қай мезгілі болмасын, міндетті түрде қар жауып, боран соғып, қатал климатпен ассоциациялану керек. Және оған қоса адамдарды да жабайы әрі қатыгездігімен көзге түсу керек. Так ты все это время за мной следил? Что, и даже в душе? Ты же предпочитаешь ванну с пузырями. Мүше мен дәрет жайында әзілдер. Том кішкентай ғана сөйлемді ұзақ уақыт жазған екен. Столдың үстінде кесе тұрады, Соник столға шығарда ол аяққа тапталудан безіп ізін суытады. Голливудтың ойынша Сібір тұрғындары сүйкімді нәрсе көрсе, бірден одан құтылудың жолын табуға асығады екен. Және отқа тастайтын кезде 10-ға дейін санап, олардың соңғы сәтте аман қалу заңдылығын күтеді екен. Ал Соник өзінің аса жылдамдығымен бірінші фильмдегі бардағы көрінісін қайта қайталауға ерініп, шаг впередтік әрекеттер жасауды қалады. Орыстардың колоритін белгілеу үшін міндетті түрде солардың дәстүрлі әндері мен билері іске қосылады. Атам замандағы музыкалық аппараттан USB сым шығып тұрғаны қалай кетті? Және оның тыққышы iPhone-ның портына арналғаны қандай жақсы болды. Мен Samsung-қа арналған Type-C-ді көргім келбеді. Би жарысы кезінде айдалада орналасқан шалаштың ішінде түрлі түсті дискотека шамдары өздігінен қосыла бастады. Бармен картаны лақтырып жібереді, ал ол басқа біреудің аяғына емес, бар столына мүлдем жақындамай ортада биді айырып жатқан пивонканың табанына жабысады. Байқаусызда. Сосын ол неменеге жабысып тұр? Пивонка барға келерде жол жөнекей карта жабысыратынын біліп, үйінен табанын желімдеп шықты ма? Ал енді пивонка өзіне келіп кетер пайдасы жоқ қағазды еш себепсіз ышқырына қыстырып қояды. Мүмкін туалетінде қағаз жоқ шығар. Мына көріністерді бір жерден көрген сияқтымын. Ұрланған идея менің ойымша. Белгілер жасыл түспен жана бастайды. Жалпы планнан алғанда олар өшіп қалады. Кейіпкерлер қайтадан жылдам жүгіретін қасиетін ұмытып қалады. Ал зұлым оларды ұстап алған соң 2 сағат әңгіме айтып, нысанасынан айырылып тынуды ұнатады. Дрондар кейіпкерлерді ата бастайды да, бір жерінде екеуі тыныш әңгімелесіп алсын деп шамалы күте тұрады. Сосын таудың үстімен әрі қарай қуғынды жалғастырады. Ниндзя тасбақа фильмінен сәлем. Кейіпкерлер биіктен салбырағанда арасында міндетті түрде бір қолмен асылып толқуды күшейтеді. Үйлену салтанаты өтіп жатқанда бір қонақ неше түрлі киіммен бір көріністе екі жақта отырып үлгереді. Прозвучит странно, но мне нужно кольцо буквально на 1 секунду. Смотри в глаза, кольцо на Рэндалл, палец. дай кольцо, всего на секунду. Надевай кольцо. Томас Рейчел мен Сониктің сақиналары шатасып кеткен жайлы түсіндіріп, соларға өздерінікін қайтарып берудің орнына барынша ақмақтық танытып, сыпайы дөрекілік көрсетіп, олардың сақинасын тартып алғандай күйге түсіп, ел алдында мазақ болуды жөн көрді. Сосын екі жұп сақинаның жуандап кеткеніне еш мән бермеуге тырысатыны қызық екен. Қонақтар мына кадрда құлай бастайды, келесі кадрда сол әрекетін қайтадан орындайды. Және Соник пен Тейлз ұшып келе жатады да, дәл сол жерде қардан бұрын еріп кетеді. Жағымсыз кейіпкерлер кадрда жағымсыз әрекеттер жасау керек. Әйтпесе түсінбей қаламыз. Ты хочешь сказать, что наша свадьба это постановка? Рэйчел, сожалею, но вы стали участницей операции «Ловля на живца». Тоқтай тұр. Сонда Соникті аулағыш агенттер құмалағын шашып жіберіп, Томның дәл бүгін осы сәтте осы жерге сақина лақтырып, кірпіге парталашатын алдын ала біліп отырды дегілерін келе ме? Қыз байқаусызда тауып алған Тейлздың рюкзагын әкеліп бермегенде, Соникті құтқару операциясы сәтсіз аяқталар еді. Сюжеттік кереңдік және соқырлық ережесін кинода әлі ешкім шектеткен жоқ. Өзге ғаламшарлық технологияның қалай жұмыс істейтінін білмесек, оны бейкүнә күзетшіге тексеріп көреміз. Не болады дейсің? Жай ғана 20 метр биіктікке замғап, жерге былш етіп түседі. Болды. Ал фильм балаларға арналғандықтан кейіпкер қандай биіктіктен құласа да сынықтарын санап табытта жатпауға тырысады. Рейчел аппараттан биік өкшемен түседі, ал оған дейін ол тегіс табанды галөшпен жүгіріп жүрген еді. Мына ыдыстың ішінде дымға қатысы жоқ пиротехника іске қосылады. Ол ыдыс жерге түсіп кетеді, келесі кадрда қайтадан жерге түсіп кетеді. Кейіпкердің қарамай атып тигізу әдеті. Скажи честно, я не жилец. Электратқыш шокерден адам өлмейтін тіпті мен білем ғой. Бағана Рейчел мен Рэндаллдың атын жазып өткен ұшқыш мына оқиғалардың бәрін бір жерде күтіп, жұптың қайта қосылған сәтінде ол дереу парапланын көкке көтеріп, ыңғайлы уақытын тауып тағы бір мәрте ұшып өтеді. Және ол кадрға түскен кезде ғана дыбысын шығарады. Роботник пен Наклз компас пен шебер Зүбәржаттың орналасқан жерін тауып келеді. Ол қайда деп ойлайсыңдар? Әрине бас кейіпкерлер жүрген жақын жерде. Тып-тыныш жатқан теңіз кейбір жерінде дем арасында толқып кеткісі келеді. Айтпақшы, Соник судың үстімен жүгіре алатын болса, онда неге бағана жағалап кетпей, бірден осы жерден жүгіруін бастамады? Кадр арасында Тейлздың рюкзагы арқасынан жоғалып кетеді. Индиана Джонс фильмінен сәлем. Зүбәржат сақталатын үңгір кейіпкерлердің бағына қарай үстіден күн сәулесі түсетін жап-жарық жерде орналасады. Кітабыңды ал да оқи бер. Соник қабырғаның үстімен қозғалудың орнына шытырманның дәлізімен небір тұзақтарға түсіп жүгіруді қалады. Роботник Зүбәржатты еленіп алғысы келетін соншалық мүмкіндік болып тұрғанда екі кірпінің шайқасын суреттеп, бір
орында айналшықтап жүре береді. Наклздың күші көп, сондықтан ол үстіне құлаған бағананы көтере алмай өліп қала жаздайды. Соник өте жылдам қозғалады, сондықтан ол судың бетіне жүгіріп шыға алмай өліп қала жаздайды. Ағаштар желге қозғалып тұр ма, әлде компьютерлік графика ақсаңдап тұр ма? Соник ұшақтың дауысын тек жақындағанда ғана байқайды. Мына тепловоздың машинисті жоқ болғанына қарағанда ол өзімен өзі жүре беретін көрінеді. Егер роботник өзінің ойлаған нәрсесін шындыққа айналдыратын болса, онда кейіпкерлермен мынадай шайқасқа түсудің мәні не? Одан да шөуін сағызға айналдырып шайнай салмай ма? Фантазиясы жоқ па неме беле? Саған 100 ракета ұшып келе жатса, соның біреуіне жарылмай өтіп кету сәттілігі нешеге тең? Дұрыс, 100-ге тең. Роботник кейіпкерлерді осындай әдіспен қуу үшін екі аяғын және бір қолын аспанға көтеріп жүгіру керек. Инженер ұшақты құрастырар алдында ішіп алған ау деймін. Әйтпесе сау адам ататын қаруды айналып тұрған пропеллердің артына жалғап қоя ма? Зұлымның қолына түспеу үшін ұшақпен барынша соған жақын ұшамыз. Тейлз қорыққаннан жарақатын емдеп, тез арада ұшақтың қасиетін іске қосып алады. Остановитесь! Нет, сюда нельзя, нет! Том, что у вас тут творится? Деп сұраған тұрғын қалашыққа кіріп келе жатып, мынадай амбалды алыстан байқамаған екен. Қазір ғана көпірдің жанында ешкім жоқ еді. Дем арасында сол жерге роботник телепортталады. Кейіпкер соңғы сәтте аман қалудан жалықпайды. Машина аударылғанда ішінде қауіпсіздік торларын байқаймыз. Каскадер аман болсын. Мэдди Соникпен сөйлесіп отырып, оның графикасына емес, шашындағы битіне қарайды. Капитан Марвел фильмінен сәлем. Соник роботниктің табанын бұлай көтеріп тұру мүмкін емес. Өйткені аудан кішірейген сайын сол жерге түсетін күш артады. Демек, Соник оның табанын тесіп шығу керек. Бұл әңгіме мына соққыға да қатысты. Наклздың бетіне хот-догтың кетчупы мен шұжықтары жағылады. Сосын барып наны түседі. Ал әуеде олар бір бүтін болып құлаған еді. Сосын суретшілер кетчуптың түсі қандай болатынын білмейді ғой деймін. Наклздың бойынан қалай екені белгісіз, бөлшектенген затты қалпына келтіру өнері пайда болады. Стоун елдің көзінен жасырын жүруге тырысады. Бірақ көрермендер оның тірі екенін түсіну үшін айналасына жүзін жарқыратуға қарсы емес. Мяу.